Ауылым, алтын бесігім, ашқан жерім, жарықтың есігін. Тарихына көз жіберсем тұңғиық, құланымның мәртебесі тым биік. Мен Жамбыл облысы Рысқұлов ауданы Құлан ауылы Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебінің өркен өзін-өз басқару ұйымының мүшесі Наримбай Аяна. Тарихы тереңде жатқан Құлан ауылы жайлы сіздермен қызықты деректермен бөлісетін боламын. Деректерге сүйенсек, Дулат баба шамамен 1200 жылдары өмір сүрген. Жалпы Дулат қазақ халқын құраған ежелгі түрік тайпаларының бірі. Дулаттан Ботпай, Шымыр Сиқым, Жаныс тараған. Дулат бабаның кері құланда жерленгені жайлы 2000 жылдан бері аңыз болып жеткен. Мүлім жетпейді, керек емес кереметі шетілдің, демалыста ауылыма кетемін, табиғатты теңелмейтін әлемнің, туған жерім туып өскен мекенім. Керек емес кереметі шетілдің, демалыста ауылыма кетемін, табиғатты. Тендір саябағы Құлан ауылының тұрғындары мен қонақтарының түрлі шаралар мен пикниктер өткізетін орындарының бірі. Спортсүйер қауым мұнда йога жаттығулары мен жүгірумен айналысады. Мынау менің артында тұрған ғимараттан көптеген әлем чемпиондары шыққан. Солардың бірі Ерғали Әлішер. Азия чемпионатының қатысушысы, сонымен қатар әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Шетелге емес ауылға барамын, нақты шешімім. Барамын кетіп ауылға, ағайын туған бауырға. Сағыныш толы кеудемді босатып шіркін алуға. Керек емес кереметі шетелдің, демалыста ауылыма кетемін, табиғатты теңелмейтін әлемнің, туған жерім. Біздің ауыл оқушыға білім алуға да, спортпен айналысуға да өте ыңғайлы. Мектебіміздің өзінде бірнеше үйірмелер жұмыс жасайды. Сонымен қатар ауылымызда отбасы мен демалуға арналған орталықтар бар. Кино, түрлі кафе орындары және балаларға арналған ойын-сауық алаңдары. Құланым, қара орманым жайлы мекен. Құланда талай мықты туған екен. Құланға жиі жыр арнаймын. Мақтанам туғаныма жайлы өлкем.